Мамам ауызашарға қонақ шақырды. Осы еттердің барлығы аз деп, тағы да бір қазан ет салып қойды. Біз келгенде бауырсақтарды, осындай корейский салат, торт және кексті пісіріп қойыпты. Әпкем үйінен осындай тауық пісіріп әкелді. Мен астына салат жапырағын қойып, тәрелкелерге сала бастадым. Тауықтың жанына қазы қоямыз. Жеңгем турап беріп тұрды. Осылай қойып шықтым, қасында тағы да орын қалды. Үлкендердің деликатесі қарта қоямын. Бұндайды жастар жемейді. Және осындай туралған ет. Черри помидорлармен әсемдедім. Ал мамам мен жеңгем сол уақытта тоң астындағы майшабақ салатын жасап қойыпты. Ал екінші салатқа мен ет турадым. Мясной салат дайын. Жеңгем самса жасайым деп, қамырын жайып, осылай түйіп тастапты. Мен жұмыртқасын жағып, осылай кунжутын септім. Жарты сағаттан кейін самса да дайын болды. Мамам котлет пісірді, соны қоямын. Оның жанына самса. Осылай 3 тәрелкесі шықты. Салаттарды тәрелкеге салғаннан кейін сухофрукты қоятын уақыт келді. 4 кішірек тәрелке және ортаға қоятын бір үлкен. Астына печеньелер қойдым. Бірнеше жерге құрма. Мамам қамыр иледі, ал жеңгем оны жайды. Ауызашарға 1 сағат қалды. Әпкем тұздыққа пияз турады, ал жеңгем піскен еттерді турады. Мамам кімнің алдына қандай ет қоюға болатын болмайтын үйретіп жатыр. Ал енді дастархан жаямыз. Жеміс-жидектер мен тәттілерді алып тастадық. Оны бөлек шай столында ұсынамыз. Қонақтардан тек жеңгемнің отбасы, менің ата-енем және мамамның племянницасы күйеуімен келіпті. Олар осындай торт әкелді. Менің ата-енем де торт алып келді. Жеңгемнің мамасы менің мамама қазір тренде болып жатқан осындай куртка сыйлады. Мамам 8 наурызға сыйлықтарын шығарды. Жастарға осындай Рафаэлла, ал қонақтарға көрпе және осындай полотенцалар. Қонақтар кеткеннен кейін бір бөлмеде тығылып отқан кішкентайлардың кезегі келіп, олар да тамақтанды. Папа-мамам немерелерімен осылай фотоға түсіп алды. Және ең соңғы этап бұл стол жинау. Жеңгем екеуміз стол жинағанша, әпкем толып тұрған ыдыстардың барлығын жуып шықты. Міне осылай боранды қарда үйге қайттық.